Орыс бала ислам қабылдап кеткен. Ол кісінің ислам қабылдауына мынандай нәрсе себеп болған. Бір күні поминкада отырған ол. Поминка деген білесіздер. Адам қайтыс болған кезде ол кісілер дастархан жасайды. Бір сулы тамақ береді де, одан кейін арақ қояды. Арақ енді міндетті түрде ішіледі ол жерде. Бәрі қараға жамылып алып, қара отырады. Бір ғана ұзыннан стол болады, барлығы сол жерде отырады. Бір мейрамхананың ішінде болған, түнгі клуб, түнгі мейрамхананың ішінде. Ауылды жердің атын әдейі айтпай отырмын. Мен өзім білемін ол жерді. Сол жерде арақ ішіледі. Сулы тамақ, сосын арақ. Сол ана жігіттің әңгімесі. Өмірде болған оқиғам. Шығыс жақта бір ауылды мекенде. Ол кісі арақты жақсылап іштім дейді. Ішіп отырым, масайдым дейді да. Бір уақытта столға ұйықтап қаптым дейді. Содан басымды көтерсем дейді. Жаңағы ұзыннан стол ғой. Ұзыннан столдың үстінде құйрығы ұзын, құлағы ұзын, бір құбыжық тәріздес, бір бейне, бір басқа, бір жаратылыс столдың үстінде жүгіріп жүр дейді да. Жүгіріп жүргенде жай жүгіріп жүрген жоқ дейді. Адамдардың кеселеріне не істеп кетіп жүр дейді, дәрет сындырып кетіп жүр дейді да. Содан ананы көрдім де мен не істедім дейді, таңырқай бастадым дейді. Сөйтеді де анау барлығына дәрет сындырып болғаннан кейін, анау шеткі стөлдің шетінен секіріп түсіп, анау үн таспалар бар ғой, аппаратура. Соның барлығын қосып, қатысына қойып, енді келіңдер, билейік деп ортаға қарай шақырып дейді аңлатында. Билеңдер деп билетті дейді. Содан кейін мен ана жерде басым айналып дейді, ананың бәрін көрген. Өзім жүрегім айнып дейді, қалай далаға шығып, далаға шығып құсып жүрген да. Содан кейін барып келесі күні мешіттің қасында тұрған кісі, келесі күні оянып көршіме айттым дейді осы оқиғаны. Көрші қазақ жігіт, өзі орыс. Андрей, қателеспесем аты. Бойы ұзын, әдемі шеккен орыстың баласы. 88 жылы қателеспесем. Сол кісі қазақ жігіт айтқан. Бауырым, мен енді білмеймін деген. Бірақ мына жерде міне мешіт бар, имамдар бар, бір таныс имам бар. Мен соны алып барайын, саған көрсетейін сол жігітті. Сен сұра одан. Өйткені церковь жоқ ол ауылда. Имамдар ғана бар, енді руханиятқа жауап беретін дін адамдары солар ғана. Сөйтіп не істейді? Баратта имамдардан сұрағанда, имамдар айтады, бұл дейді кәдімгі иблис, дьявол. Это дьявол дейді. Бұл жын дейді. Сен бауырым, бұл жайдан жай саған көрсетіліп тұрған жоқ. Саған не істеу керек? Иман келтіру керек дейді. Не істеуім керек дейді? Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Алладан басқа құдай жоқ. Ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Мұхаммед оның елшісі деп саған куәлік ету керек. Мұсылман болу керек деген да. Ол кісі ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах деп иман келтіріп мұсылман болды ол. Сол ауылда мұсылман әлі жүр ол. Міне осы оқиға не істеген? Соған себеп болған. Міне сол өлеңді нөлге түсіріп тыңдап көресің сен, ана көрінсің, сен әсері басқаша болады саған. А біз соны не істеп жатырмыз қазір? Соны мәз-мәйрам болып қуанып жүрміз. Кекектеп, секек, етемдеп дейді. Шошқа туар сөздер дейді. Боқтайтын жастар өте көп қазір. Мына қазақ айтады, жақсы айтады, боғауыз дейді. Боғауыз. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, «Ман юъмину биллахи вал яумил ахир». Кімдегім Аллаға сендім десе, ахиретке сендім десе, «Фалияқул хайран ау лиясмут». Жақсы сөз сөйлесін, жақсы сөз сөйлей алмай ма, онда тым болмағанда үндемей жүрсін дейді. Үнсіздік сақтап жүр, боқтай берме. Қазір екінің бірі шешеден боқтайды, екінің бірі әкеден боқтайды, екінің бірі орысша әртүрлі боғауыздарды үйреніп алған. Ауызынан кәдімгідей ағит кіріп дейді, қазақ айтады. Көгейт шығып жатады. Бұл мұсылманшылыққа жат бұл. Қазақ мұсылман ғой. Қазақшылыққа жат. Қазақ деген текті халық. Ешқашан боқтамаған.